Туған қошемет. Ортаға келіңіз. Балықпен су деген. Бәрекелді. Зухра ханым қайда? Сый-сияпатымызды алып келейік апа. Призы ортаға туған қошемет. Бәрекелді. Ал енді сізге нарттай таза алдыңызда жарқырап жүре берсін, бетіңізге әжім түсіп кетпесін деп жатырмыз. Рахмет. Ал енді екінші бағым бар. Қандай адам жылқыны екі саусағымен көтереді? Қандай адам жылқыны екі саусағымен көтереді? Орталарында отыр сондай адамдар. Қандай адам екі саусақпен жылқыны көтереді? Шахматист, бәрекелді. Сондықтан да шахматистерге бір қошемет ұрып қойыңдар. Күнде ойнаса да өздері білмейді. Жылқыны екі саусақпен көтеретін адам болады. Бәрекелді. Ал енді тұрпайы, бірақ сыпайы жұмбақ. Еркекте бар екі тас, әйелде бар екі тас. Ол қандай тас? Ондай тас амандықта да бар, ондай тас Украинада да бар. Ал сол тастарға аттек беріп жіберейін. Олар курстас және класстас. Душа бара. Амандық ағамның екі тасы, Зухра апамның екі тасы. Класстас пен курстас. Туған қошемет. Осы жерде отырған. Рахмет. Ал енді сыйға сыйсыраға бал ағайын туысқан бәрекелді мынау қасыр сөз келмекке қисыраяқ жүрмекке жақсы дейді ғой. Әзіл болсын деп айтылған сөздер ешкімнің қадағына тиіп кетпесін. Мынау енді өсек өмір гүлі дейді. Бір апамыз айтқан екен, біреуден естіген өсегімді екінші адамға жеткізу менің азаматтық борышым дейді. Ал асабалық міндетім сізге жақсы тілек ұсыну. Олай болса тілегіңізге жүрегіңізге соққан меймандар ағамыздың жан жолдастарынан бастайды. Бәрекелді Қажымұқан ағамыз, Күләш апамыз, Тельман Ардақ, Николай жұбайы менен, Хасен жұбайы менен, Сәкен ағамыз, Жазира апамыз, жеңгеміз, Мұратқали Алмагүл, Нұрлан Аршын, су болсайын тойға барсын. Нұрлан ағамның жапырағын жайып, Аршын да көп кешікпей елдің алғысын алсын деп бір қошемет ұрып қойды. Саша Надя, әрмен қарай класстастары. Бейсенбай Гүлнар, Қуанышбек Гүлбану, Ұзақ Шолпан, Тоты, Алмагүл Берік, бір-біріне келген еріп. Мадина, Жилеш, Марат Зарухан, Нұржан Айгерім, Ерлан Бейбігүл, Қалдау Шараға. Дуға қошеметіміз. Қолдарыңызға қор жаусын. Сенсің жарағым, өзіңсің ардағым, сенсің сыңарым, өзіңді таңдадым. Құтты болсын, тойларыңыз той болсын. Мынау пішпе той деп жатыр ғой, бұл енді қазақта өзі атамыздың алтымыздан үлкен тойлардың бірі ғой. Құтты болсын, азамат болғаны. Жаңағы Аслан дипломы деді, ода құтты болсын, мектепке барғанда құтты болсын. Бәріңізге той жұғысты болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Амандыққа айтарым, 50 деген ерунда. Ал кеш жарық құрметті қонақтар, тойларыңыз той болсын. Ал ақа бұна біз қарға тамырлы қазақпыз ғой. Амандық маған жиен болып келеді. Тоғыштан болғанда нағашым болып келеді. Бұлай бірге өстік. Бір ауылданың. Жоқ, тоқты туралы әңгіме жоқ әзір. Той туралы әңгіме. Ал енді біздер мен 69-лықтар жағынан келді. Амандық ес, дүкен, ойбай телефон. Ол тас. Тастарда келді. Тойларың той қыласыңдар. Жасың жасқа жете берсін. 50 деген жаңа айтып жатыр ғой, Еронда да 50 деген 50-дің екеуі бар. Әлі алда 50 деген. 50-дің екеуіне жет. Өмірлі шүбірлі бар. Сүндет тойың құтты болсын, әрі ұзағынан болсын. Алла тағала ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Ал енді құрметті тойшы қауым, жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Амандық міне болып жатқан жаңалықтарың бәрі құтты болсын. 50 жас деп жатсын. Алланың берген жасын жасап жүре бер.
жаңағы Әлидің мектепке барар пішпе тойы бәрі құтты болсын. Бәрін что-то оптым қылып жібердіңдер, жоқ ұнамай тұр сонысы. Артынан қайтадан шай ішуге қайтадан барғымыз келіп тұр біздер. Пожалуйста. Ал енді айтады ғой жаңа класстас тас деп, сол біз тастың біреуі бізді қатты таспыз біз жүрген бір. Енді Зуканмен бірінші класстан бастап бірге оқыдық, екеуміз дос болдық, жастық шағымыз бірге өтті, бірге күлдік, бірге ойнадық, күйеуге шыққанша бірге жүрдік амандық. Екі ләмкі, иә. Енді тойларың тек жалғаса берсін, осылай жалғасын таба берсін, балдарың тек барлық уақытта қуанта берсін, жаңағы той жалғасын тауып барлық уақытта ойнап күліп, аманшылықта осылай ойнап күліп жүре берейік, жақсылық болсын, тойларың тойғыласын, барлық уақытта осылай аралас құралас болып, қуанышымызды бірге бөлісіп ойнап күліп жүре берейік. Қажекең бар екен. Ал енді құрметті тойшы қауым, барлықтарыңа ассалаумағалейкум деп бастағым келіп тұр. Мына төрде отырған біріншіден ата-аналарымызға, қария қарттарға деген сияқты мына осы той иелерінің ата-аналарына, апа, мына балаңыздың жасы құтты болсын, немереңіздің ділашар тойы, пішпе тойы бәрі құтты болсын. Жалпы қазақ осы үйге бала әкелгеннен кейін бірінші жақсы есім қою керек. Одан азан шақырып атын қоясың. Одан сүндет тойын, не той жасамасаң да сүндет той жасайсың. Міндетті түрде ол сүндет, өзі айтты пайғамбарымыздың сүндеті. Бүгін міне баламыз енді бірінші мұсылмандықтың несі белгісі, қадамы, соған қадам басып жатыр, және де мектептің табалдырығын Құдай қаласа аттамақ, үлкен биіктен көрінеді деп ойлаймыз. Енді біз мына тойшы қауым амандықпен 95 жылдан бері жора жолдас болып отбасымызбен араласып келіп жатырмыз. Енді мына Алихон біздің кіндік баламыз. Біз енді кіндік әке шешесіміз мына тұрған. Жаңа мұнарды құрдастар айтып жатыр ғой. Дегенмен де бәрі әйтеуір ретімен есімен келіп жатыр. Бәрі де құтты болсын. Барлықтарың осы сендерге отбасыларыңа балдардың рахатын, қызығын көріп, Алихонның бізден ойлаймыз өзіміз. Олар бала боғынан дейін, бала бізге бір жақсы қылықтар жағынан ұнап көрініп жүр, олайын биіктен көрініп деп үміттенеміз. Себебі біз оған кішкентайынан үйге келгеннен бастап тілегімізді, дұғамызды бәрін беріп, айтып, үйретіп жатырмыз. Аумин. Ол тілегенді міндетті түрде қабыл болады дейміз. Бұрын амандықпен қандай бір жағдай түспесін, қандай жақсылықта болмасын, маған айтатын 5 мезгіл намазында бір намаз саған арнаймын деп. Қазір мен енді бұл кісілерге бәрін намаздарына дұға қыламын сендерге, отбасыларыңа, осы жалпы ата-аналарыңа, осы кешеде ағамыз марқұм жатқан жері жайлы болсын, ол кісінің артынан той болсын деп тойға жалғасып жатыр. Балдарының немерелері бәрі әйтеуір Құдайға шүкір биіктен көріне берсін, жақсылық болсын. Осы тұрған жора жолдастар бәрімізге де осы ауызбіршілікте жақсылықта кездесуге Алла нәсіп етсін. Құрметті тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Амандық жолдыра, болып жатқан тойларың құтты болсын. Еңселі 50 жасқа келіп жатсың, жасың құтты болсын. Балаң сүндетке отырып, мектепке барайын деп жатыр, алғашқы қадамы құтты болсын. Асыланың оқу бітіріп келіп жатыр екен, ол да құтты болсын. Сол кішкентайларың осы ағасы сияқты үлгілі азамат болуына тілектеспіз. Екеуің осылай тек бірге қартайып, балдарының қуанышына бөленіп жүзге жетіңдер. Тілектеспіз. Біз амандықтың класстастарымыз. Тойшы қауымына тойларыңыз құтты болсын бәріңізге де. Апа, мына тойыңыз құтты болсын балдарыңыздың. Біздің
біздің әлеміміз енді сүннетке отырып жатыр ғой. Сүннет тойы құтты болсын. Бірінші. Екінші өзіміздің амандыққа 20 жасымыз құтты болсын. Үлкен жақсы жерден көріне бер. Денсаулық берсін. Главное денсаулық дейді ғой қай уақытта. Денсаулықтың арқасында жүре берсін. Тойдан келсек әр уақытта да. Ал бүгін мына Құдамбаевтардың әулеті сіздерге біріншіден тойларыңыз құтты болсын. Барлық жерде амандықтың мамасы отыр, ағай қарындастар отыр. Негізінде амандық менің класстасым болғанмен, мына қасымдағы Зухра менің жиен сіңілім өзіміз. Сондықтан бұл амандық бағын бір жағынан күйеу бала. Сондықтан амандық Зухра бүгін жастар құтты болсын, жастарға жас қосылсын әр уақытта тек балдарымыздың қызығына тоймай осылай. Балдарымыздың тек тойында көрейік бәріміз деп отырмын. Мына кішкентай кішілер үлкен жаңағы ат болып жатыр, үлкен азамат болып жатыр. Сол азаматы құтты болсын. Не деймін? Тек бақытты болсын балдарымыз. Балдарым оқып, Аслан сүй оқып бітіріп келіп жатыр дейді. Азамат болып үлкен десеміз жолын жалғастырып жүре берсін, үлкен азамат болсын. Денсаулықтары мықты болсын, тек әр уақытта денсаулықтары мықты болып, үйлерінде той болсын демекпін. Мына бүгінгі айтып жатқан бүкіл халықтың тілегі осы Алланың каламы шағылсын. Құрметті қонақтар, Құдамбаевтар әулеті, мына тойларыңыз құтты болсын. Анаман 50 жасың құтты болсын. Жаңа жігіттер айтып отыр ғой, сүндет той дейді. Баламыз бірінші жасқа қарайды жатыр, бәрі құтты болсын. Баламыз диплом бітіріп жатыр, ол да құтты болсын. В общем, бір оқпен атып жатсың ғой бәрі. Сіздерге тілейтін өмір жастарыңыз ұзақ болсын, жиенмен бірге қайтар. Қартай дейді. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, қуанышта осылай тойда кездесе. Ал бәрекелді. Бүгін бәрімізде әуеспен Жәкеңнің жаңағы шаңырағына қош келіп жатыр. Осы жерде жаңағы әбештің мамасы бар, екі мамасы бар, ағалары бар. Тойларыңыз құтты болсын дегім келеді сол кісілерге. Енді осы бүгін жаңағы баламыз Алидің сүндетке отырғаны, Аслан баламыз өмірге үлкен жолдама алып жатыр, дипломын алып, 5 жыл оқып, құтты болсын дипломын балам. Енді мені вообще Жәкең шақырып еді, мен Жәкеңнің туған күніне келмедім бүгін, әбесті келген әкәсі. Енді біз енді 97-тен бері әбес екеуміз таныспыз, содан бері осы жолдас, жақсы доспыз, ойнаймыз, 17 жыл болған екен. Соғанда ең бірінші әбес екеуміз көрші болғанымызда мен жаңа көрші қалайсың дегенде бұл естімей қалып, братишки қалайсың деп маған ренжіген. Солай естіп. Сосын түсіністік артынан. Әйелің әдем болғасын. Иә. Ал енді әбес, мына жасың құтты болсын. 50 деген, ол ер адамға адамда емес қой. Осы еңселмей, бойыңды тістеп жүре бер осылай. Жан жағың бәрі аман болсын. Мынау енді осы сіздің шаңырақта той болсын. Бүгінгідей Асланымыз бен Гауһарымыз бар енді. Міне келіп бір деген солардың тойлары бар. Осы жиналған бүгінгі қонақтарыңыз, достарыңыз, тума-туыс бәрі сіздің шаңыраққа жақсылыққа жайсын, тойға жиналсын. Бәріңізге отбасыларыңызға аманшылық, денсаулық тілеймін. Осы тілектеріңізге қосыламын. Ал енді қымбатты қонақтармен бір ауыз сөз айтып өтемін деп едім. Осы жерде тұрғандар ең қымбат, өзіме жақын тартатын адамдар. Сондықтан айтсам, мына Нұржан деген 10 жыл бірге оқыдық. Мергенпетте университет баяғы. Сенің де қуаныштарыңа ортақпын, сіздерге де тілектеспін. Мынау Алмагүл мен қайда апам деп тұр, бұның фамилиясы Сары деп, бірақ бір күні бір апай Сорина қылып жіберген. Мынау Бейсенбай деген қалай жарғамысқа көшіп келдім, солай бірге өсіп, бірге ойнап,
осы уақытқа дейін бірге жүріп жатқан досым. Келіншегі тұра көзілдірікті. Главврач. Мына Тоты деген Сирсалганский округтың қызы, мына қылдырықтай мынандай ғана. Иә. Бұл да класстасымыз. Енді мына жаңа Қажымұқан мен Қажекеңмен күләшті айтып отыр ғой. Ол кісілер мына біздің той болып жатқан әлидің кіндік әке-шешелері. Осы Қажекеңмен милицияда жүргенде 95 жылы танысып, содан бері жақсы жолдас дос болып келе жатырмыз. Оның үстіне енді жаңағы баламыздың әке-шешесі болды. Мынау Мишебай деген мен жиенім жалпы. Алмагүл деген келіншегі, бұл мені баяғыда әкем қатал болып, көшеге шығармайтын еді. Сонда сол кісіні алдап сулап үйге қонады, бірдеңе деп алып кетіп, көшеге үйреткен осы мені. Ал енді мынау Нұрекең мен Аршын, енді мен жалпы Аршын Зухраның жаңағыдай жаңғыластасы болғасын шақырып отырмын. Айтты Нұрекеңде бір шамалы елерім бар жаңағы. Менің ана жағым бар. Мен ауламдан тоқтырлап кетті баяғы. Апамыз тәрбиелеп бағып баққасын ала жағымыз бар біздің де. Кешірді оны. Рахмет Нұреке келген. Рахмет, тойларын тойыңыз. Қалжыңға бәрі көтересіз. Ал енді мына жерде Телман деген жаңа айтып отырмыз ғой. Батамшада мен 97 жылы көшіп бардым декабрьде. Декабрьдің 15 күні 42 градус аяз болды. Содан сол күні затымызды түсіре алмай ертеңіне түсіріп жатсақ, екінші этаждың балконынан бір келіншек маған ақ простыня алып берді. Соған жақсылыққа балап, содан артынан танысып, осы кісімен енді үлкендер бар кешірерсіздер, енді махаббат құрдық шынын айтқанда. Күйеуі келіп қасында тұр ғой, бірақ осы менің осы уақытқа дейін жатқан махаббатым. Мына Аслан мен Гаухар кішкентай кезінде папа, ардақ мама, любовь дейді, осы күні әлі айтатын болды. Мен айтып қоямын бәрін. Любовь деп. Мына Телман 50 жасқа толып той жасап, осы елдің алдында осылай тосайтып тұр. Менің өмір бойғы махаббатым Зәкең деп, жұрттың бәрі ардақ айтады деп күтіп тұр. Зухраны айтып тұр. Сол сияқты өте әзіліміз жарасқан құрдас, жолдас, дос болып кеттік. Өзі Оралдікі, Қаратөбе ауданынан. Мына жаңағы Нұрекең айттым ғой жаңа, сіздің Бейсекеңнің жолдасы. Актриса да болады, бәрі де келеді. Ал бәріңізге де рахмет. Сіздерді көріп, жеке-жеке таныстырғым келіп отыр. Бәрекелді, жақсы досымен мақтанады дейді. Әрдайым тойдың төрінде болыңыздар ағалар. Бәрекелді, қосақтарымыз жоқ, шағырақтарымызда той думан базар болсын. Байыса қазақ байысын, жапырақтарың жайылсын, аман болып айналың жырағатын, көріңдер дос құрбының рақатын деп тойдың төрінде болыңыздар. Ал енді сіздердің атыңыздан міне жақсы тілек айтып жатсыздар. Бәріңізге де қабыл болсын. Тілектің көкесі міне достарыңыз айтты ғой. Жан досым үстем болсын, мерейің 106-ға келіп алжып кеткеніңді көрейін деп айтты. Нұр үстіне нұр. Ғұмырлы болыңдар, дүбірлі болыңдар, естелікке суретке түсейік. Сосын әдемі. Ассалаумағалейкум, тойларыңыз құтты болсын. Жұлдызды
болсын. Айдан аман жылдан есен болайық. Қуанышты күндерің көп болсын. Жылдарың жемісті болсын. Сен жанымнан қалмайсың, қиындыққа қалыспай, қиялыңды жалғайсың. Бұл бақыттың жайында сырласумен айналды, қарағайдай қайыңдай қата тұрып жайқалды. Сәулем, 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 кіш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбыраның өзі сен, жүрегімнің жыры сен, жанарымның нұры сен, жанарымның нұры сен. Жил-да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом, только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока только черному коту лишь не везет. Ай да молодцы! Тамаша! Киклігіз табызбалы шашы майда, іздемеген жігітке қыздар қайда. Оймақ ауыз көлім қыз қоралай қаз, кездесемін өзіңнен осындайда. Қысылсында ауыл қызмыз бола сауалым, өзіңмен өлімай басымайды қау. Шынды қызға құлай қырыстар мой мұрадай, сөзді қалса шешесі саты қызы мұрадай. Для молодежи 70-х. Где-то на белом свете, там где всегда мороз, труд за спиной метель, а земную ось мимо плывут столетия, спят под окном моря, трутся авось медведи, вертится земля. Вертится быстрее земля. Бәрекелді. 70 жылдардың жастары қайда, қанекей. Шымыла! Опа! Молодежь 70-х, 80-х. Поехали! Қане! Күнімізде, күнмеде сені іздедім, жолсыз сен